Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Қыс мезгілінде кең таралған аурулардың бірі тамақ ауруынан арылуға, сонымен қатар жөтелден құтылуға көмектесетін рецепттер ұсынамын. Бір дана балғын жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық балды 100 грамм жылы сүтке салып, барлығын жақсылап араластырыңыз. Дайын болған қоспаның үстіне бір шай қасықтың ұшында аз мөлшерде ас содасын салып, жылы күйінде жатар кезде ішіңіз. Бір ас қасық қантты отқа ерітіп, 100 грамм жылы сүтке салып араластырып ішіңіз. Балалар бұл тәтті сүтті ешқандай қарсылықсыз ішеді. Бұл қоспаның пайдасы тамақты жұмсартып, жөтелді тоқтатады. Тұмаудың алдын алу үшін, сонымен қатар жөтелден құтылып, қақырықты шығарып, өкпені тазалау үшін табиғи рецепт ұсынамын. Бір дана пияз бен 4-5 түйір сарымсақты турап, 100 грамм сүтке салып, барлығын жақсылап араластырыңыз. Қақпағы жабық күйінде 2 сағат тұндырып қойыңыз. Ішер алдында сүзгіден өткізіп, бір ас қасық сары май қосып ішіңіз. Сүтті жылытып ішкен жөн. Құрметті көрермендер, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер тіркеліп лайк басқан сайын мен көптеген пайдалы ақпараттар шығарамын. Егер сүтке жеке төбеушілік болса, пияздан жасалған жөтелге қарсы шырынды ұсынамын. Жөтеліңіз ұзақ уақыт тоқтамай, мазаңыз алса, осы рецептті қолданыңыз. Ең алдымен орта көлемдегі бір дана пияздың қабығын ашып, майдалап тураңыз. Содан соң шыны ыдысқа салып, үстіне бір ас қасық қант салып, қақпағы жабық күйінде тұндырыңыз. Тұнған пияздан бөлінген шырынды күніне 4 мезгіл тамақтан алдын ішіңіз. Қыс мезгілінде өздеріңізге қарап сақ болыңыздар, ауырмаңыздар. Құрметті көрермендер, сіздерге ұсынған ақпараттарым пайдалары қызықты болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер белсенділік танытсаңыздар, алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісемін.